бірінші осы кластастарды елге осы ауыл жаққа 20 жылдық жиналады деген кезде енді бектемір бәрімізге де хабарласып тұрады ғой, маған звондап. Зибагүл сөйтіп сексеуілде кездесейік деп жатыр. Мен айтамын, сексеуіл деген кімге керек бұл? Кім мені іздейді, кім мені біледі дейсің? Бармаймын сексеуілге дедім. Бармаймын дейді. Мен сексеуілде ешкімді танымай, ерте шығып кеттім, 40 жылдыққа бардым, көрдім. Қазірде де мен шынында керек, мен класстастармен көп қатынасқан жоқпын. Мен басқа класстың балалар, қыздары мен келгенде қол аяғыма тұрғызбай алып кететін тұғын. Юристер алып кетеді. Әйтеуір білмеймін, Алматыдан кейін, Ақтөбеден келейін, почему-то солардың маған дастархан жасап, мен үйлерді қонақ қылақта. А бірақ енді өзіміздің класстастардан мен жаңағы Зияда подружкам шақырады, жақсы көріп 2 класстан шақырады. Сосын енді қалғандарынан онша көп қатынасып менде онша болған жоқ, шынында керек ол әңгіменің несін айтайын. Сосын айтамын, мен сексуалды іздейтін ешкім жоқ, ол ертең онша не қылмайтын сияқты, бір-бірімізбен сондай бір не деп. Сосын кейін мені курстастарым шақырды. Жаңағы курстастарым тоже қанша жыл, 46 жыл екен, 47 жыл болыпты. Содан сөйтіп барайық деп жатыр. Оларға да ойланып едім. Содан билетімді алдым, барам дедім жаңағы. Бірақ бір нешегім бір шамалы ауырып жатыр, сұра алмайтын. Сонымен ояққа бара алмай қалдым. Сосын ойландым. Біреуіне баламайды, мама бар енді.